Бисмиллах деп екінші бөлімін бастаймын. Мінекей мен осылай етіп арнайы тоқып алдым. Сіздерге нақты көрсетілу үшін. Екінші кішкентай моншақтан бастап санаймыз. Яғни басынан бастап санап 11-ші және 12-ші мінекей осылай санаймыз. Кішкентай моншақтың 11-ші және 12-ші моншағынан лескамызды өткіземіз. Мен көрсетіп тұрғанымда екі моншақтан лескамызды өлшеп өткізіп, лескамыздың ұшын бірдей етіп аламыз. Осылай тоқып көрсету себебі басындағы менің телефонның ақаулығына байланысты басындағы осылай көрсетіп жатқан видеом кетіп қалыпты. Сол себепті қайтып осылай тоқып сіздерге көрсетіп жатырмын. Мен сіздерге қазір бас жағын көрсетемін. Екі моншақтан өткіздік лескамызды. Енді жаңағы 10 жақ лескамызға бір үлкен, бір кішкентай өткіземін. Содан кейін кішкентай моншақтан, яғни соңғы моншақтан ілмек жасап аламын. Енді сол жақ лескамды осы ілмектен өткіземін. Бекітемін. Басында ыңғайсыз болуы мүмкін. Содан кейін қол үйрене келе үйреніп кете алатын боласыздар. Енді астыңғы лескамды астыңғы кішкене моншақтан өткіземін. Содан кейін бізде екі ақ моншақ бар. Енді жоғарыға оң жақ лескама бір үлкен, бір кішкентай моншақ өткізіп бекітетін боламын. Бекіттім. Енді астыңғы лескамды тағы да астыңғы бір моншақтан өткіземін. Үстіңгі лескама бір үлкен, бір кішкентай моншақ өткізіп бекітетін боламын. Мен 4 қатар тоқитын боламын. 3 қатар, яғни бір үлкен, бір кішкентаймен тоқыдым. Енді 4-ші қатарда мен астыңғы лескамды екі ақ кішкентай моншақтан өткізетін боламын. Сонда бізде үш ақ моншақ лескамызда бар. Көрсетіп тұрғанымда енді жаңа өткізген лескама бір үлкен моншақ өткізіп бекітетін боламын. Солға тоқитын боламыз. Соңғысына келген тек бір моншақ өткізіп бекітемін үлкен моншақтан. Бекіттім. Енді мен тағы да жаңағы сол жақ лескамды жоғарыдағы бір моншақтан өткізіп отырамын. Бір моншақтан өткіздім. Бізде бір кішкентай, бір үлкен моншақ бар. Енді жаңа өткізген лескама бір үлкен, бір кішкентай моншақ өткізетін боламын. Содан кейін соңғысына ілмек жасап, бос тұрған лескамды осы ілмектен өткізіп бекітемін. Бізде жаны шығып келе жатыр. Дәл осылай тоқитын боламыз. Енді жаңағы, яғни оң жақ болған лескамды соң үлкен моншақтан өткізетін боламын. Ал жоғарыдағы сол жақ лескама бір үлкен, бір кішкентай моншақ өткізіп бекітемін.
соңғысын ілмей жасап бекітеміз. Содан кейін тағы да астыңғы лескамды астыңғы бір моншақтан өткіземін. Үстіңгі лескама бір үлкен, бір кішкентай өткізетін боламын. Өткізіп бекітемін. Содан кейін астыңғы лескамды тағы бір моншақтан, соңғы моншақтан өткіземін. Содан кейін жоғарыда тұрған кішкентай моншақтан өткіземін, яғни 2 моншақтан өткіземін. Әрбір жанына келген кезде бір моншақтан алып отыратын боламыз. Бізде мінекей бір кішкентай, бір үлкен бар. Енді сол өткізген лескама бір үлкен, бір кішкентай, бір үлкен монша өткізіп бекітемін. Бізде соңғысына келген кезде 3 кішкентай моншақ болу керек. Сол кезде біз үлкен моншақпен өткізіп бекітетін боламыз. Менің лескам кішкентай болғандықтан бекітілмей жатыр. Осылай бекітетін боламыз. Мінекей бекіттім. Енді жоғарыдағы, яғни бір моншақтан аламын лескамды. Лескам таусылды. Кесіп тастап, тағы бір моншақ лескамды өткізіп, мінекей жоғарыда бір моншақтан алып отырамыз. Соңғысына келгенде әрбір жоғарыдағы бір моншақтан алып отыратын боламыз. Бізде бір кішкентай, бір үлкен бар. Енді сол өткізген лескамызға бір үлкен, бір кішкентай моншақ өткізіп бекітетін боламын. Бізде осындай қыры осылай болып тұру керек. Енді астыңғы лескамды астыңғы бір моншақтан өткізіп отырамын. Ал үстіңгі лескама бір үлкен, бір кішкентай өткізетін боламын. Соңына дейін солай өткізіп шығамыз. Яғни 2-3 қатар бір үлкен, бір кішкентаймен өткіземіз. Соңына келген кезде тек бір моншақпен бекітетін боламыз. Астыңғы моншақты астыңғы бір моншақтан, астыңғы лескамызды астыңғы бір моншақтан өткіземін. Үстіңгі лескама бір үлкен, бір кішкентай моншақ өткізетін боламын. Осылай оң жаққа, сол жаққа осылай тоқитын боламыз. Енді мінекей соңғысына келген кезде астыңғы лескамызды осы соңғы бір моншақтан өткіземін. Содан кейін жоғарыдағы бір кішкентай моншақтан өткізетін боламын. Мінекей өткіздім. Бізде 3 ақ моншақ бар. Енді осы астындағы өткізген лескама бір үлкен моншақ өткізіп бекітемін. Дәл осылай жоғарыға дейін тоқып шығамыз. Жоғарысына дейін тоқып шығамыз. Жаны осылай болып тұру керек.
Мінекей осындай сумканың дәл жаңағыдай жанын тоқып шығамыз. Мінекей енді сіздерге соңғы қатарын көрсететін боламын. Ол үшін мына кішкентай моншақтан өткіземін лескамды. Содан кейін яғни өткізген лескама бір үлкен, бір кішкентай монша өткізіп бекітемін. Содан кейін астыңғы лескамды астыңғы бір моншақтан өткіземін. Осылай үш қайтара тоқитын боламыз. Яғни бір үлкен, бір кішкентай моншақпен үш қатарын тоқимыз. Астыңғы лескамызды бір моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға бір үлкен, бір кішкентай монша өткізіп бекітемін. Мінекей өткіздім. Бір үлкен, бір кішкентай бекітемін. Тағы да астыңғы лескамды бір моншақтан өткіземін. Үстіңгі лескама бір үлкен, бір кішкентай өткізіп бекітемін. Енді соңғы моншаққа келген кезде астыңғы лескамды осы соңғы бір моншақтан өткіземін. Содан кейін мына жоғары жанындағы кішкентай бір моншақтан өткізетін боламын. Яғни екі моншақтан өткіземін. Бізде бір кішкентай, бір үлкен, бір кішкентай. Енді жаңа өткізген лескама бір үлкен монша өткізіп бекітемін. Бізде сумканың жаны шықты.